Ұлы жібек жолының тарихи маңызы. Бұл жол мемлекеттердің қалыптасуында, әлемдік өркениеттің дамуында үлкен роль атқарды. Шығыс пен батыс мәдениетінің арасындағы байланыстырушы көпір саналды. Жібек жолымен қытайлықтар бүкіл әлемге өздерінің ойлап тапқан жаңалығы қағазды таратты. Ал қағаз өндірісі Қытайдан орталық Азияға келді. Ол жерден қағаз батысқа тарады. Ал бұрын жазуға пайдаланып жүрген материалды, мысалға пергамент пен папирусты ығыстырып шығарған болатын осы Қытайдың ойлап тапқан қағаздары. Сонымен қатар, осы Ұлы жібек жолы бағыттарында қалалар мен тұрақтар, сауда орталықтар ғана емес, ғылым мен мәдениет ошақтары да орналасты. Мәселен, Отырар қаласы, ұлы ғұлама Әл-Фарабидің отаны. Абу Райхан Аль-Бируни мен Ибн Синаның еңбектері бүкіл шығыс әлем мен батыс Европа медицинасына зор әсер еткен болатын. Бүкіл әлем соғыс арбаларын жасауды игерді. Басқа да әскери өнер жаңалықтарын тапты. Басқа да әскери өнер жаңалықтарын таратты. Осы жерде айтатынымыз, мына сақтардың аң стиліндегі алтын бұйымдарының таңғажайып үлгілері осы жол арқылы бүкіл әлемге паш етілген болатын. Саудамен қатар Қытай, алдыңғы Азия, Еділ Бұлғариясы және тағы басқа елдерде дипломатиялық, экономикалық қарым-қатынастар орнатқан жол болды. Батыс пен шығысты түйістіріп тұрған сауда жолымен христиан, буддизм, ислам, манихейлік діни ағымдар да тараған болатын. Қытай мен Үндістанға теңіз жолы ашылмас бұрын Ұлы жібек жолы орталық Азия, оңтүстік Қазақстан және Жетісу арқылы бүкіл Европаға өтті. Бұл 15 ғасырға дейін жұмыс істеген еді. Ұлы жібек жолының бағдарламасы, жібек жолы бағдарламасы. 1987 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Ұлы жібек жолын қайта жаңғырту жобасы қабылданды. Ал 1996 жылы Ташкентте түрік мемлекеттері президенттерінің бірлескен декларациясында Ұлы жібек жолы басты нысаны етіп алынған болатын. 1997 жылы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында Ұлы жібек жолы бойында туризм инфрақұрылымын дамыту туралы түрік тілдес мемлекеттер басшыларының Ташкент декларациясын, ЮНЕСКО мен дүниежүзілік сауда ұйым жобасын іске асыру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Ал 1998 жылы жібек жолы тарихи орталықтарын қайта өркендету, түрік тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. 2014 жылы Ұлы жібек жолының тармақтары өткен Қытай Халық Республикасы, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан республикалары ұсынысымен Ұлы жібек жолы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне енгізілді. Ұлы жібек жолы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне енді Қазақстан ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне Ұлы жібек жолының 30-дан астам тарихи және археологиялық ескерткіштерін енгізді. Қазіргі таңда Қытай мен орталық Азия елдері бойынша бір белдеу, бір жол стратегиялық бағдарламасы, жібек жолының экономикалық белдеуі бастамасы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар біздің жерімізден батыс Европа, батыс Қытай автокөлік дәлізі өтеді. Авторлық дейін деп жатырмын. Батыс Европа және батыс Қытай автокөлік дәлізі өтеді. ЮНЕСКО халықаралық ұйымының жібек жолы бағдарламасы қабылданған болатын. ЮНЕСКО халықаралық ұйымы жібек жолы бағдарламасын қабылдады. Енді бұл бағдарламаның негізгі мақсаты қандай? Ұлы жібек жолы бағыттарымен 100 жылдықтар бойы елдер мен халықтар арасында байланыстың, сауда қатынастар мен өзара мәдени ықпалдастықтың болғанын ашып көрсету.